Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ең оңай лаваштан жасалған рулет дайындауды көрсетемін. Ең алдымен бізге керегі 2 сәбіз, 2 пияз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп, пиязымызды туралаймыз. Достар, салмасын өздеріңіз қалағандай етіп жасауларыңызға болады. Табамыздың астын жағып, майымызды құйып, табамызды қыздырамыз. Қызып тұрған майға туралған пиязымызды салып қуырамыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін біздің соусымызды дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақ құйып, үстіне майонез салып аламыз. Және аскөк пен сарымсақ дәмдеуішін салып жақсылап араластырамыз. Достар, бұл жерде өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Міне біздің соусымыз осылай болып шықты. Лавашымызды осылай жайып, үстіне соусымызды жақсылап жағамыз. Содан кейін біздің салмамызды саламыз. Осылай біздің екінші лавашымызды салып, үстіне дәл солай соусымызды жағып, салмамызды салып шығамыз. Осылай барлығын салып болған соң лавашымызды рулет етіп жақсылап ораймыз. Лавашымызды бірнеше бөлікке бөліп алып, формамызға тігінен саламыз. Барлығын осылай қойып болған соң сиырымызды арнайы үккіштен өткізіп, біздің рулетіміздің бетінен салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 2 минутқа саламыз. Рулетіміз дайын достар, баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, төменге пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.